сөйлесіп отырсыңдар? Кола жайлы. Менің анашым айтты. Кола өте зиян. Сенің анаң дұрыс айтады. Кола өте зиян. Коланы зерттеп көреміз бе? Я. Қазір біз адам ағзасына коланың қандай зиян екендігіне көз жеткізіп тәжірибе жасаймыз. Я. Ол үшін біз бір стақанға шыны ыдысқа су құямыз. Екінші шыны ыдысқа коланы құямыз. Мына сүйекті алып толғанай. Алтынай, сен қолаға сала қой. Балалар, біз 2 күн бұрын жасаған тәжірибемізді тексерейікші? Я. Суда тұрған сүйекті көрейікші, толғанай. Түсі қандай болып тұр екен? Жақсы. Алтынай, түсі қандай? Қарайып кеткен, иә? Балалар, бұл адам ағзасына өте зиян бекен кола? Я. Ішуге бола ма екен? Болмайды. Біз балалар бұл кола адам ағзасына, буындарына адамның өте зиян екен. Сондықтан біз бұдан аулақ болуымыз керек. Сондықтан да біз ішпейміз ба? Кола шырынын ішпейміз, е? Жақсы. Балалар, осындай зиянды сусындардан біз не істеуіміз керек? Бас тартуымыз керек, е? Бұндай сусындарды ішпей бас тартуымыз керек. Біз бүгін өте жақсы тәжірибе жасадық, е?